Номер 13 есеп теңсіздікке байланысты есеп. Оны шығару үшін алдымен біз бастапқы теңсіздікті түрлендірейік. 7-нің 2х дәрежесі біз келесі түрде жаза аламыз. 7-нің х дәрежесі және оның квадраты. Азайту 8 көбейтілген 7х-ті біз 7-нің х дәрежесін біз шашаға алайық. Қосу 7 үлкен 0-ден. Енді келесі ауыстымдылықты енгізейік. 7-нің х дәрежесі мысалы т болсын. Яғни 7-нің х дәрежесі тең болады т-ның квадраты азайту 8t қосу 7 үлкен 0-ден. Міне біз осындай түрлендіру арқылы квадрат теңсіздікті алдық. Квадрат теңсіздікті шешу үшін алдымен квадрат теңдеуді шешейік. Яғни ойша біз осы үлкен 0 таңбасын теңдікпен ауыстырайық. Т квадрат азайту 8-ті қосу 7 тең 0 болсын. Түбірлерін Виет теоремасы арқылы табайық. Т минус 7, Т минус 1 тең 0. Яғни минус 7 көбейту минус 1 тең болады плюс 7. Бізге осы керек еді. Және минус 7 қосу минус 1 тең болады минус 8. Осылай дискриминантсыз сіз өте тез Виет теоремасы арқылы түбірлерін таба аласыз. Т минус 7, Т минус 1 тең 0. Яғни 1 түбірі тең болады 7-ге. 7 азайту 7-тен 0. Екінші түбірі тең болады 1-ге. 1 азайту 1 тең 0. Енді біз т-ның мәнін таптық. 6 дегеніміз 7-нің х дәрежесі. Яғни орнына қайтадан қойайық. 7-нің дәрежесі х тең болады 7-ге және 7-нің х дәрежесі тең болады 1-ге. Енді бізде екі түбір болғандықтан мен х-тің мәнін 1 деймін және осы х-тің мәнін x2 деймін. 7-нің x1 дәрежесі тең болады 7. Яғни бізде кез келген сан тұрса, мысалы 3 деген сан, ол 3-тің 1 дәрежесі деген сөз. 15 тұрса, ол 15-тің 1 дәрежесі деген сөз. Яғни 7-нің өзі, ол 7-нің 1 дәрежесі. 7-нің x1 дәрежесінен 7, яғни x1 тең болады 1-ге. 1 дегеніміз ол кез келген санның 0 дәрежесі. Яғни 3-тің 0 дәрежесі, 15-тің 0 дәрежесі және бізде 7-нің 0 дәрежесі деген сөз. Яғни бізде x2 тең болады 0-ге. Біз әуе бастан теңдікті қойдық, себебі бізге квадрат теңдеудің түбірлерін табу керек. Квадрат теңдеудің түбірлері квадрат теңсіздіктің арақашықтықтарына әсер етеді. Яғни біз осы түбірлерді қоямыз 0 мен 1. Және біз квадрат теңсіздікке енді назар аударайық. Бізде таңба қатан үлкен 0, яғни 2 нүкте боялмайды. Және бізде үлкен 0 болғандықтан екі түбірдің шет жақтары алынады. Енді осы аралықты біз қалай жазамыз? Бізде сол жақтан минус шексіздік, оң жақта плюс шексіздік. Бізге керек аралық минус шексіздіктен 0-ге дейін, яғни осы, және 1-ден плюс шексіздікке дейін, яғни осы. Және екі аралық бізде қатан үлкен 0, яғни бізде жақша, кәдімгі жақша болады. Егер бізде нүкте боялған болса, онда тік жақша болушы еді. Яғни осы 13 есептің шешуі д жауабы болады. Минус шексіздіктен 0-ге дейін жақша және екі аралықтың бірігуі таңбасы осындай болады. 1-ден плюс шексіздікке дейін.